Дүкендерде бір данасы 2000 теңгеден сатылатын өте дәмді круассан жасаймыз. Круассанды үйде жасау білемін, өте қиын деп ойлайсыздар. Бұл жол мен сіздерге өте оңай, осындай жұп-жұмсақ болып шығатын рецепт ұсынамын. Алдымен жылы сүт пен жылы суды араластырып, үстінен тұз, шекер және жұмыртқамен ашытқыны салып араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнды саламыз. Қолымызбен қамыр илеп алғаннан кейін үстінен сұйық май құйып, осылай қайтарып қоямыз. Қамырдың бетін пакетпен жауып, жылы жерге қоямыз. Осылай бізде қамырымыз көтеріліп шығады. Оны 10 бөлікке бөліп аласыздар. Бөліп алғаннан кейін дөңгелек етіп жаямыз. Бөлме температурасында еріп тұрған майды араларына жағып шығамыз. Осылай барлық 10 данасында жайып арасына май жағып шығамыз. Ең бетіне май жақпаймыз. Осылай қолымызбен бірінші кезекте басып дөңгелектеп аламыз. Ары қарай оқтаумен жай ғана басып жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды теңдей етіп 16 бөлікке бөлеміз. Бөліп алғаннан кейін қамырды біртіндеп алып осылай кішкене созыңқырап круассан формасында орап шығамыз. Арасына кез келген начинка салсаңыздар болады, мен салмай жасадым. Пергамент қағазына орналастырып, бетін міндетті түрде пакетпен жауып тағы да 20-30 минутқа қоямыз. Араларын міндетті түрде осылай ашық қалдырыңыздар, өйткені бізде піскен кезде үлкен болып көтеріледі. Бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағамыз. 180 градус қызып тұрған пеште беті осылай әдемі болып қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арасы толық піседі және осындай жұмсақ, қатпарлы болып шығады. Сіздерге рецепт ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.